Каклы юлдашым, Аян Хигун, Михайловка Ялсовете Сарезинче, Пурнаган Чварсене, Биде Пызык Уял, Бунда Пурнаган Жайган бар, Бәдем районда Пурнаган Халыға, Чварсене бар, Тудар Жене, Брыз Жене, Пурнеде Эпшуладық бән, Биде Палла Гундезе. Бұққолы берліге Сумазуза, Унчуралны яджибе, Шерваны жол ситне яджибе, Менес көзінже ұжылчы музей. Бұл биде керлея бала. Шынақтанды қалге оғытыра, Шағынбек ешен биде сайра болашы. Шағында қалаза барас келет, биде пызык талсымаге, найылға бұлыжы. Шынақты бұл қашын есірек, қана жүзінже де. Мен бұрышыре бұл малдан қай қалаза бұрады. Переверенсе бұрады. Уже биде пызықтау, шынақтан Шағынбек пұшылық болсан, ойладым. Чываш шылғи, чываш қалығы, ұтты қалық сенде, қайсен шылғине, культурине малалла адамдарда көрістізе ойладым. Барын Шағынбек пызық тел болу, бұл барат бире малалла, қамырын культурны, қамырын чываш шылғине, адаландар машкен шамра қорыға. Шынақтан ебір астызем шамрыксене малалла, қамыр шылғине мұқтама, қамыр шылғине юратма, қамырын культурна малалла тұсмашкен, ебірсене жол барзағым малалла. Бұқолы верлік, шынақта бұл чывашқалығы үшін биде пызык шындеме болады. Мен жіндесен бұл Нумай. Юрий Зембуштадыны чывашчын сборник дедуна. Шерны пьеса, перен театр валли. Тада бұл шерны кенеге телей жыраған зем. Бадарулықтым шулдан бұл Союз писатель хушинче бұл задара. Шамбада бар Таванзали. Шақ есейттен үшін Пурнеде тау самай қалас келеді. Но шақ ұжырақ күшпір ятсене тоже шақ микрофон сене қалаза хармала десе ұлбады. Шақ еше биде вай хужес перін бішбақри музей істенезен он директоры берін Роза Гамзатовна, Назира Хамитовна, зем иргине келсе, кәссен күнда ретлері шақ музей пулдыр дезе. Марина Алексеевна қалас келеді биде бұзықтау. Марина Алексеевна тыдан ман бұзан, может хал тебір жылдан, тебірік жылдан морду жылдысы. Но паңгегун музей ұшырмар. Шынақтан деп биде бұзық эспері жын. Свашқалығы үшін, қала жын, район бұшты келді. Бұзық талзымағы қалас келеді, Анвар Жамсу жын өзі. Бұл серін депутат, район депутат жын. Бұл чываш болмасын да, Тутар халығы бұзанда. Бұл мен жөл бұлышыне нұмайша білесін. Шамбада бұл күнда шырыжы бәшілет, халық сенбе яланақ тәл бұлат, халық сене яланақ тырыба, тада үтті көрім бәнбеде пұлышат. Шамбада сере пызықта, Анвар Жампудович, на самом деле вы очень много делаете и помогаете населению, не только открытию музея там, и по вашей работе, когда вы сеете зерном, фуражом, соломой, сено, все время вы, я считаю, помогаете. Также мне охота сказать слова благодарности главе сельского поселения Сергею Александровичу. На самом деле, приходом Сергея Александровича, я со стороны вижу, я как посторонний человек, хочу сказать, очень много изменений произошло. Он мне иногда, с ним мы общаемся, иногда говорит, сегодня, говорит, он рассказывает, я, говорит, проснулся 4 часа, говорит, и не могу уснуть. Это, если он не может уснуть, значит, он нормальный человек.
Он совестливый человек, он хочет работать, на самом деле. Поэтому во всех деревнях произошли изменения. Я попрошу аплодисментами поддержать вот это. Я, может, всех не смог так перечислить. Родным, близким, вот, сыну, племяннику я хочу сказать большое спасибо. Вы мне извините, я внуку, да. И правнучки. Правнучки, всем. Я поэтому говорю, извиняюсь, я вдруг где-то кого-то упустил, не сказал спасибо. Ну, я поэтому хочу всем, кто участвовал, не участвовал, жителей всех деревень, хочу поблагодарить за участие в сегодняшнем празднике. Я горд тем, что я родился именно в Михайловском сельском совете. Я земляк в Уколу-Елике. Поэтому я горд, что я земляк в Уколу-Елике. Огромное спасибо всем. В преддверии Нового года хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам тепла, уюта, чтобы дома у нас всегда было благополучие, семейное благополучие, душевной теплоты и, самое главное, крепкого здоровья. Спасибо всем.